маған бұл видеоны түсіру туралы ой біздің білекті әрі білімді әріптесіміз, ағамыз Азамат Қорғау полковнигі Өндірбек Қандәулет мырзаның инстаграмына салған кезекті постынан кейін туындады. Яғни ол кісі бүгін 9 мамыр ұлы жеңіске 77 жыл толуына орай 77 рет тумбаға секірген болса, мен өз кезегімде 77 рет отжимание жасамақтан өттім. Елімізде ешқашан соғыс болмасын, Өндірбек ағамыз мәңгілікке желбіреп, тәуелсіздігіміз мәңгілікке дейін тұғырлы болсын. Ал бисмилля деп бастаймыз. На моих бойцов целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат